Инклюзивті білім берудің маңызы мен ерекшеліктері турасындағы әңгімені студиямыздың қонағы парламент мәжілісінің депутаты Кенжеғұл Сейітжанмен одан әрі өрбітсек. Рахмет, қайырлы күн. Кенжеғұл мырза, кеш жарық студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, шақырғандарыңызға разы болсын. Жалпы мынау елімізде сізде осындай мәліметтер бар ма? Қазір жоғары оқу орындарында мүмкіндігі шектеулі қаншама жас азамат білім алып жатыр? Мен бұл ақпаратты алғам кезінде. Қазіргі, енді бұл кішкене ақпарат ескерген шығар, себебі қыркүйектен бері бұл ақпарат менде жоқ. Бұл былтырғы алдыңғы жылғы ақпараттар. Министрліктің айтуы бойынша жаңағы 15-20 мың студенттер оқиды деген. Енді біз жақында өзіңіз білесіз, жаңа біз мына балалардың құқығын қорғауға байланысты жақсы жаңағы заң жобасы кетті Сенатқа. Оны өздеріңіз білесіз, мына ағарту министрлігі Ғайни Бектайұлы жаңағы презентация жасады, айтты бірінші оқылымда. Сонда мен мынандай бір сұрақ қойдым. Қанша пайызға мүмкіндіктегі бар азаматтар мына колледждерде әсіресе, себебі қазір өте осы техникалық білім керек болып отыр ғой. Қанша пайызға дейін көбейтіледі деген кезде ол кісі айтты, біз жалпы 155 мың, жаңағыда өздеріңіз мына жерде өзі баяндамасын көрсеттіңіз, 155 мың дейді, сол 155 мыңның ішінде 10 пайызға дейін көтереміз деді. Бұл нені айтады? Бұл, яғни мемлекеттің, үкіметтің мүгедектігі бар азаматтарға жағдайын жасайтын және де осындай үлкен мінбеде айтқан мені өте қатты қуантады. Одан кейін біздің бірінші сессиямызда менде білім және жоғарғы білім министрлігіне Саясат Нұрбек мырзаға ол да сұрақ қойдым. Осы PhD болсын, басқа да болсын, бізде болашақ бағдарламасы 13-2-3 қана мүгедектігі бар балалар оқыған, өзім де кезінде оқығым келген, бірақ әртүрлі себептерге байланысты оқи алмадым. Соған да қанша мүмкіндік бола ма? Себебі 5 мыңға жуық жаңағы PhD мамандарын, оған да ол кісі айтты, біз оны қарастырамыз, міндетті түрде осы PhD докторантураға кіргіземіз, және 5 мыңның ішінде 1%-ға дейін оны жаңағы оқытуға жаңағы тырысамыз деп сондай мәлімет бергеннен кейін бұл өте жаңағы қуантарлық жайды білдіреді. Одан кейін бізде әрине жаңағы мына жерде ақпарат беріліп жатыр, барлығы ескі ғимарат деп. Ол ескі ғимарат бізде де оқыдық кезінде. Қазіргі білім жүйесімен, осыдан 20 жылғы, 15 жылғы білім жүйесімен мен оқыған салыстырсақ, жер мен көктей. Қандай өзгерістер бар? Біріншіден жаңағы бағдарламаларында өзгерістер. Ол кез келген мүгедектігі бар адамға жаңағы орталықтар ашылған. Біз оны кезінде аңсағанбыз. Жапонияда оқыған кезде менің бір досым 2006-2007-те осы біздің Қазақ ұлттық университетіне Әл-Фараби атындағы кіргізуге тырыстық. Осыны олар арғай дамытып, қазір кітапхана ашылды, осыдан 4 жыл бұрын. Сол кітапханаға да кіргіздіріп, сондай жақсы нәрселерді олар алып енгіздіріп жатыр. Одан кейін мысалға Қазақ ұлттық Абай атындағы университет педагогикалық, олар да осы инклюзивті білімді оқытамыз деп, осыдан 6 жыл, 7 жыл бұрын орталық ашқан. Қазір Сатпаев атындағы университетте ол да осы инклюзивті білімді беруге жаңағы президенттің де, үкіметтің де жаңағы тапсырмаларын, жалпы тапсырма, және де өздерінің ішіндегі ниеттерін білдіртіп, осындай мүгедектігі бар оқытып. Әрине, менің ойымша бұл жеткілікті емес, бірақ жасалған қадамдар. Біздің кезімізде біз бір кітапты алып, басқа кітапханаға барып, сол жерде оқытатынбыз. Қазір ондай жоқ. Біріншіден сен кітапханаға, өзіміздің Әл-Фарабиді айтатын болсақ, өзіміздің кітапханаға барасың. Ол жерде ол керек болса саған сканировать етеді. Одан кейін қазір қазақша, орысша дикторлер бар. Оны сен өзің жаңағы дыбыстап оқи аласың. Ол біріншіден екесе сенің уақытыңды үнемдейді. Одан кейін ана жолға, мына жолға, автобустарға мысалы кіріп қайтып шығып жүрмейсің. Осындай мен айтар едім, осындай жер мен көк дейді. Одан кейін мысалы осыдан мен 2003-те оқуға түстім, осыдан 21 жыл бұрын, мен оқуға түскен кезде, ол кезде не брайльша кітап болмайтын, не дисплейде болмайтын, не жаңағы диктофондардың түрлі болмайтын, енді шығып жатқан. Қазір барлығы бар. Одан кейін қазір көптеген аудио кітаптар шығып жатыр. Қазақша болсын, орысша болсын, ағылшынша болсын, қазір ағылшын үйренуге де болады. Одан кейін біз жаңа шығардық, өздеріңіз білесіздер, мына
ақпарат алуға және де қоғамдық қатынасқа байланысты, сол жерде де мына мүгедектігі бар азаматтар брайль тілінде болсын, басқа да ақпарат көздерін не істеу керек? Үкімет сондай өзінің мойнына алып жатыр, және де заңға біз кіргіздік. Оны өте сондай қуантарлық жайт деп есептер едім. Кенжеғұл мырза, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Білуімше, сіз өзіңізді айтып өттіңіз, Жапонияда білім алдыңыз, Америка Құрама Штаттарында, Ұлыбританияда білім алдыңыз. Енді сол мемлекеттерде осындай мүмкіндігі шектеулі білім алғысы келетін адамдарға қандай жағдай жасалған? Оларды бізге енгізуге не кедергі болып отыр? Бізге енгізіп жатыр. Қазіргі мына бізге арнайы дисплейлар, өткенде білім ағарту министрлігі жаңа заң кіргенге соның ішіне кіргізді, және де 70-ші қаулының ішіне кіргізді. Қазір мектептер мен колледждерге оны ақырында беріле бастайды. Енді ол өздеріңіз білесіздер, мына бюджеттің жаңағы тапшылығына байланысты кішкене кейбір бағдарлама қысқарып қалды, бірақ мүгедектігі бар азаматтарға арналған бағдарлама қысқармайды деп бізге уәде етілді. Одан кейін тағы да кедергі, негізі ешқандай кедергі жоқ, жай ғана қазіргі кедергі ол тек қана бюджеттің тапшылығы. Ол кезде, біз оқыған кезде ондай технологиялар болмаған. Ол соңғы мына 10 жылда, 7 жылда шыққан технологиялар. Енді мен ойлаймын, біздің мемлекетіміз 2015 жылы өздеріңіз білесіз, мүгедектігі бар азаматтардың құқығын қорғайтын конвенцияға қол қойды. Содан бері осы 10 жылдың ішінде келесі жылы ақпанның 20-сы күні 10 жыл болады, өзгерістер көп. Мен айтар едім. Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп жатыр. Көрсетіліп жатыр, жер мен көктей деп айтар едім. Жақсы. Кенжеғұл мырза, кешіріңіз, эфирдің уақыты өткінші. Рахмет, шақырғандарыңыз. Студиямызға келіп, өзіңіздің пікіріңізбен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет, Алла разы болсын.